вообще азаматтық іс бойынша. Осы музейден шығып, уже через КПП и столовыйдан кейін уже аллеяда. Мен алғашқы әскери прокурор жасадым. Қазір пенсия бір көп қатты болып Шымкенттен өтіп, былай қарай келіп, қарайтпайды, болған соны жаңа халықтық қоғам соғысының ардагері. Бүгінгі жақсы өткізіп жатқан прокуратураның бас ұжымдарымен бірігіп, және де осы әскери гарнизонның өткізіп жатқан жас сарбаздармен осы ұйымдастырылған осы кездесулер бізге өте ұнады. Біз енді осы ардагер ретінде бәріміз өзіміз көзіміз жетіп, сіздерге көп рахмет айтамыз. Осы ұйымдастырып отырған ол бізге жас сарбаздардың өте жүздерін жарық қылып, осы жастарымыз әдемі аман-есен қызметін атқарып, осы сіздерде заң орында жүрген кісілер соларға тура жол көрсетіп жатырсыз. Әрдайым сол жастарымыз өніп өсіп, жақсы қызметтерін атқарып, елімізде жерімізде тыныш болып, үйіне аман-есен оралуға бәріміз тілектеспіз. Бүгін біз ардагерлермен кездестік. Бұл кездесу барысында біз жақсы әсер және өзімізге керекті ақпараттар алдық. Ардагерлер кездескен кезде бізге өзінің басынан өткізген қызықтары, бұрынғы әскердің қиындықтары туралы айтты. Бұл ақпараттың бәрі бізге отанымызға деген патриоттық сезім арттырды. Отан қорғау мақсатымыздың, міндетіміздің маңызын түсірді. Біз келе жатқан отан қорғау жолы сол кісілердің қалған ізгі жол екенін түсіндім. Отан қорғауға деген шабытым ашылып, ниетім артты.